Сәлеметсіздер ме оқырмандарым, қалыңыздарыңыз қалай? Мен күзгі балға, оқушыларға мектепке салапаннан көйлек жасауға жатырмын. Аз да болса жасалу барысымен сіздермен бөлісе кетейін дедім. Кәдімгі базардағы форматок сары салапанымыз алып, содан көйлек жасауға жатырмын. Бірінші көп клей кетпес үшін машинкамен бүріп тігіп алдым. Senin yesimde gidip geçerler yaşamadan gülümde ayaktasın bu söz aklımdan sözün şanım 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 benim ansarım oldu nege beni dağlar nege saldın beni oyalasan yeter sensiz ömrüm olup gitti. Ben olmadım, seni kalacağım oyladım. Seni aldarım, güdümün takıları. Ішін атлас матадан адам денесі көнбей тұру үшін баланы сыртына атлас матадан сыртына салапан шаптап шықты. Клеймен тігіп алған салапанымызды орнатып шаптап сықтық. Атлас матасынан юбка жасап алдым бірінші. Соған салапанымызды жапсырып шықты. 5-ші класс оқитын қызымызға бөлісе кетіңіз, лайк, комментарий жазып, қолдай кетіңіздер. Қалай шығыпты?